Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен, тікелей эфирде оңтүстік ақпарат бағдарламасы. Студияда Нұрсұлтан Абдрашид. Астана халықаралық қаржы орталығы 2018 жылдың 1 қаңтарында өз жұмысын бастайды. Қазір орталықтың директорлар кеңесі жасақталды. Әлемнің үздік қаржы орталықтарымен байланыс орнады. Осы күндері әкімшілік және техникалық жұмыстар атқарылуда. Қаржы орталығы ағылшын тәртібімен жұмыс істейді. Оның басты ерекшелігі ешқандай заң мен кодекске сүйенбейді. Қос тараптың өтінішін ескере отырып, барынша әділ шешім шығарады. Жалпы Астана халықаралық қаржы орталығына шетелдік инвесторлармен қатар ел азаматтары да қатыса алады. Қаржы орталығы десе құшақ-құшақ ақша елестейді көзімізге. Жасыратыны жоқ. Астана халықаралық қаржы орталығының басшылары бүгін үкімет үйінде жұмыстың қалай жүретінін түсіндіріп өтті. Расымен де қаржы-қаражаттың қайнаған ортасы осы жерде болайын деп тұр. Өйткені Астананың географиялық орны осал емес. Батыс пен шығысты жалғап жіберуге зор мүмкіндігі бар. Таңертең Жапонияда жұмысын бастайтын қаржы орталықтары Гонконг, Шанхай, Сингапур, Мумбайға дейін үзіліссіз жалғасады. Әрі қарай Еуропаға жету үшін ортада 4-5 сағаттық кідіріс бар. Осы жерде ақша айналымын тоқтатпас үшін Астананың орны үлкен маңызға ие. Осы терезені жабу үшін Астана немесе Еуразиялық кеңістікте бір қаржы орталығы қажет қазір. Тапшы, оның бәрі бүкіл сарапшылар оны қабылдап отыр. Қазіргі таңда біздің дәл сондай тарихи мүмкіншілігіміз бар да, осы терезені жауып тастау, яғни ақша айналымын тоқтатпау. Қаржы орталығы келер жылы 1 қаңтардан бастап іске кіріседі. Келген инвесторлар 50 жылға салықтың барлық түрінен босатылады. Тіркеу, виза беру бір терезе бойынша жүзеге асады. Ондағы жұмыс Ұлыбритания мен Уэльстің заңдарына сәйкес жүреді. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының елдеріне Біріккен Араб Әмірлігі, Малайзия, Сингапур және Монако азаматтарына 30 күнге дейін визасыз кіруге рұқсат беріледі. Қаржы орталығына қатысушылар мен олардың отбасыларына 5 жылға дейін визасыз жүруге мүмкіндік бар. Байқасаңыздар, әлемнің ең озық елдеріне осынша жеңілдік берілген. Нәтижесінде алдағы 10 жыл шамасында инвестиция көлемін арттыруға болады. Инфрақұрылымды, цифрлы экономиканы, электр энергиясы, мұнай газ, жасыл экономика, ауыл шаруашылығы және туризмді дамыту бойынша жұмыс істейміз. Бұл айтылғандар инвесторларды қызықтырады. Алдын ала есебіміз бойынша 2025 жылға дейін $40 миллиард инвестиция тартамыз деген жоспарымыз бар. Бұл біздің алға қойған мақсатымыз. ақш-тың Goldman Sachs, JP Morgan инвестициялық банктері және Шанхай қор биржасымен әріптестік байланыс орнады. Ақшаның иісі шықпаса, мұндай алпауыттардың қозғалуы қиын. Өйткені Астана қаржы орталығы банк ісінен тыс жұмыстарды атқарады. Олар капитал нарықтарын дамыту, мемлекеттік активтерді басқару, жаңа қаржы технологияларын дамыту, жеке адамдардың әл-ауқатын басқару, исламдық қаржыландыру мен цифрландыруды дамыту. Яғни бұл банк қызметтеріне мүлдем ұқсамайды. Бұған дейін біз пайдаланып көрмеген табыс табудың басқа түрі. Қамданып дайын отырғандар 2 айдан кейін іске кіріседі. Біз нақты құжат қабылдау, тіркеу жұмыстарын жыл соңына дейін бастаймыз. Желтоқсан айының басында орталықтың тұсаукесерін өткізуді жоспарлап отырмыз. Компаниялардың құнды қағаздары биржа арқылы саудаға түседі. Бұған елімізден Air Астана мен Қазатым өндіріс компаниялары бірінші болып шығады. Жеке тұлғалардың да биржаға қатысуға мүмкіндігі бар. Ешқандай шектеу жоқ. Жаңа мүмкіндікті пайдалана білгендер Астанада отырып, әлемдік саудаға қатысатын болады. Астана қаласындағы оңалту орталығы ашылғаннан бері мүлдем жүре алмаған 600 бала аяғынан тік тұрды. Бұл туралы бүгін осы мекеменің басшысы Шолпан Әділжанқызы 10 жылдық мерейтойы қарсаңында конференцияда мәлімдеді. Жалпы осы уақыт аралығындағы жүйке жүйесі зақымданған, тірек қимылы бұзылған, аутизм, энцефалит, менингит дертіне шалдыққан 40 мыңнан астам балғын мемлекет есебінен ем алды. Оларды түрлі әдістермен сауықтыру мақсатында орталықтың 170-тен астам маманы әлемнің 22 еліне барып біліктілігін арттырған. Ал шақын шетелдік дәрігерлердің қатысуымен өткен шеберлік сағаттарының саны да аз емес. Балғындардың дертінен түбегейлі айығу үшін медицинаға жаңа тәсілдердің маңызы зор дейді мекеме басшысы. Біздің орталықта 3 модульді оңалту жүргізіледі. Ол медицина жағынан, оның кейін әлеуметтік жағынан, тағы да білім жағынан әртүрлі методикалар. Ол методикалардың саны сол 300-ден
астам. Бастысы инновациялық технологиялары, ол мына балалардың компьютерлік технологиялары, мынандай робот технологиялар, солар қабылданады. Нұр Отан партиясы Шымкент қалалық филиалының кезектен тыс 32-ші конференциясы болып өтті. Онда күн тәртібіне 3 мәселе қойылды. Конференцияға қатысқан 10 делегат алдымен елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасын талқылады. Баяндама жасаған облыстық мәслихаттың депутаты Саттар Қуашбаев ұлттық кодты сақтау туралы өз ойын жеткізді. Жиындағы екінші мәселе Шымкент қаласы нөмір 22-ші сайлау округі бойынша мәслихат депутаттығына үміткер ұсыну турасында болды. Осыған дейін партия ішінде өткен праймеризде Рамазан Бектұрғановтың кандидатурасы мақұлданған. Жиын соңында Нұр Отан партиясы облыстық филиалының кезектен тыс 32-ші конференциясына қалатынан қатысатын делегаттар сайланады. Барлық жерлерде ата-бабамыз жандандырып, рухын көтеріп, қазіргі кезде ескерткіш салып жатыр, мешіттің атын беріп жатыр. Ол деген сөз міне өскелең ұрпақтар үлкен өнегелі тәрбиелік мәселе болып есептеледі. Жалпы рухани жаңғыру дегеннің осыдан басталады деп есептеймін. Жалғастырамыз. Есірткі сатып жастардың миын улағандар міндетті түрде жазасын тартады. Себебі есірткі бизнесі халық денсаулығымен қатар ұлттық және ғаламдық қауіпсіздікке нақты қатер төндіреді. Сондықтан болуы мүмкін қауіптің алдын алу құқық қорғау органдарының басты міндеті. Облыс прокуратурасында өткен үйлестіру кеңесінде өңірімізде есірткі бизнесіне қарсы күрес барысы талқыланды. Есірткі бизнесімен күресті бүгінде тек тәртіп сақшылары ғана емес, ұлттық қауіпсіздік комитеті жүргізеді. Өңірімізде есірткі және психотроптық заттардың заңсыз айналымның өсуіне байланысты нақты шаралар қабылданған. Нәтижесінде 2016 жылы қылмыс саны 26,5%-ға, биыл бірінші жартыжылдықта 34,9%-ға төмендеген. Дегенмен прокурорлар бұл көрсеткішке де көңілдері көншімей отыр. 2010 жыл 471, 2011 жыл 159 болса, 2012 жыл 184, 2013 жыл 259, 2014 271 жайлы өсіп келеді. 2015 жыл 1274, ал 2016 жылы 936 қылмыс тіркеліп, оны төмендеген байқалды деп айттым. Өңірімізге есірткі негізінен шекаралас жатқан көршілес елдерден, сонымен қатар Жамбыл облысынан тасымалданады. Соңғы уақытта көкнар егіп, наша сататындар да көбейіпті. Сырдария мен Арыс өзенінің алабы марихуана плантациясына айналған дейді құзырлы орган өкілдері. Сондықтан жыл өткен сайын тәркіленген марихуананың мөлшері де көп. Бұл байқалғанда жаңағы айта кету керек, қылмыстың саны азайғанмен тәркіленген есірткі заттарының көлемінің үлкендігі. Ол 5 есеге дейін өскен. Мысалға 550-560 килограмм марихуана егер алынған болатын болса, осы кезде қазір 5 есе өсіп отыр. Ол 2,5 тоннаға дейін алынып отыр. Прокурорларды құқық қорғаушылардың жұмысы да қанағаттандырмайды. Себебі осы салада жұмыс істеп жүрген сақшылардың 80% жас маман. Олар тәжірибенің аздығынан көптеген сәттерді жіберіп алу мүмкін екен. Жыл басынан бері есірткі сатуды кәсіп еткен бірде-бір жаңа ұйымдасқан топ анықталмаған. Сорақысы сол 11 тәртіп сақшысы өздері есірткі сатумен айналысқан. Осы 11 қызметкерді алып, барлығына күйе жақтым жоқ. Ол 11 қызметкердің барлығын ұлттық қауіпсіздік комитеті ұстаған жоқ. Олар өздерімен, өздеріңіз білесіздер, ішкі істер департаментінің құрамында өзінің қауіпсіздік басқармасы жұмыс жасайды. Соның 7-еуі, мысалға 7 қылмыстық іс, мысалға өздерінің қызметкерлерінің күрестің нәтижесінде шығып отқан жағдайлары бар. Прокурорларды есірткіні сақтау шараларда қанағаттандырмайды. Алдағы уақытта есірткіні жою шараларына журналистерді қатыстырып, бұқаралық ақпарат құралдары беттерінде жариялау жоспарланып отыр екен. Нұрмахан Кенжехан, Батыр Оразбеков, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат. Енді тойдағы қызықты да есте қалар оқиғаларды әлеуметтік желі арқылы жариялап ақша ұтып алуға болады. Өйткені желі қолданушылар арасында оң той жұлдыздар атты облыстық байқау ұйымдастырылды. Шараға Нартова телеарнасы мен облыстық Нұр Отан партиясы, мәдениет және жастар саясаты, ішкі саясат басқармалары мұрындық болып отыр. Ал байқаудың негізгі мақсаты той мәдениетін қалыптастыру.
Bir күндік қызығын 40 күн елесінде қалдыру үшін Қазекем тойда тарылған емес, бірақ көптің көңілінен шығу үшін жасаған кейбір тірліктері талай тойдың иесін де қонақтарын да ұятқа қалдырып жүр. Кім бірінші керек, соны честно Желілерде желді еске мұндай көріністерден қазір көз сүрінеді. Бірақ қазақтың ғажап тойын мазаққа айналдырғандардың әрекеті тыйылар емес. Облыстық байқау енді осы жайттарға тоқтау салуды көздейді. Қалай дегенде біз той мәдениетін қалыптастыруды соған арналған әлеуметтік желі қолданушылар арасында үздік жазбалар бойынша 10 той жұлдыздары деген облыстық байқауды бүкіл ақпарат құралдары осыны бір мәселе етіп көтерсек деген ортақ шешіммен, уағдаластықпенен бүгін соның байқауды жариялауға шешім қабылдап, жалпы бір нәрсе той мәдениетін қалай қалыптастырамыз. Байқауға желі қолданатын кез келген тұрғын қатыса алады. Басты талап тойдағы ең жақсы немесе ерсі қылықты желі арқылы жариялап, қоғамға ой салу. Мәтіннің көлемі 100 әріптен кем болмауы керек. 10 той хэштегімен жарияланатын жазбаға қосымша сурет және видео қосуға рұқсат бар. Сонымен қатар байқау кезінде өзге аймақтардың да ерекшеліктерін үлгі етіп ұсынуға болады. Тойдың жаңағы мағыналы дұрыс өтуі, мен ойлаймын, осы біз Астана Алматылардан дұрыс көрсек болады деп ойлаймын. Той жасайтын адам алдын ала бір ай бұрын, болмаса бір 2 апта бұрын өз шақыруларын беріп атады. Сол кездерде мысалға уақытыңыз болса деп айтқан кезде өзіңіздің уақытыңызбен алдында шақырылымыңыз жоқ күндеріңізді белгілеп баратыныңызды білдіру керек та. Өйткені ана стол жасау, стол мәзіреті, сіздерді кімдермен отырғызудың орны өзі өте бір үлкен нәрсе. Той мәдениетін қалыптастыруға арналған байқауға материал жариялау бүгіннен бастап желтоқсанның 10-на дейін жалғасады. Жүлделі орыннан көрінгісі келетіндер аптасына бір рет ғаламторда жазба қалдыруы керек. Байқау жеңімпаздары жыл соңына қарай белгілі болады, ал жүлде қоры $500 000 теңге. Мақсұт Жарылқасын, Руслан Тілеуберді, Мұхан Мұратұлы, Оңтүстік ақпарат. Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданына қарасты Құрама ауылындағы тұтас бір көшенің тұрғындары жергілікті кәсіпкердің қаскөйлік әрекетінен үйлеріне кіріп шыға алмай қалды. Өзімдермендікке салынған кірпіш зауытының қожайыны асфальтталған жолды сүріп тастап, астындағы топырағын сатып жіберген. Олаздай зауыттан шыққан көмірдің улы шаңы іргедегі өзенге түсіп, қоршаған ортаға зиянын тигізіп отыр. Бетіне айқыш-ұйқыш сынық бетон төселген жол тұрғындар үшін қатерге айналды. Төлеген көктемнің кезінде үйіне бара жатып жолда майып болды. Бетонға қаңқа болып тұрған сымға сүрініп, тізесін шығарып алды. Даже үйге кірамайды мына жолдан. Үйге кірамайды, қазір үйге кірамағанымыз машина кірамайды. 5 ай, 4 ай болып жатыр. Мына сымдан жүремін деп, бала шаға түгіл мен өзім аяғым қайырып ағамын. 4 ай болды, тізе қайырылған жер бітпейді міне. Көшедегі балалардың мектеппен балабақшаға баруы да мұңға айналды. Ересектер жетектеп, үлкен жолға шығарып жібереді. Қайтарында күтіп, алып қайтады. Я үйге кіре алмаймыз, я көшеге шыға алмаймыз. Үйімізге қонақ келмейді, балаларды бақшаға жіберейін десем, я газельді кіргізе алмаймын. Жолымызды жөндеп берсін деп әкімнің алдына кірдік. Талай бардық. Олар да қолымыздан келмейді деді. Кірпіш зауытының иесі Жолдас Исақ осыдан 4 жыл бұрын өз қаржыма жөндеймін деп жолдың астан кестегін шығарған. Алайда уәдесінде тұрмады. Таңданарлығы, оның бұл әрекетіне сол кездегі ауыл әкімі де, аудан басшысы да ештеңе демеген. Енді олардан кейін қызметке келгендер жолды қазына қарсысына жөндеп беруге әрекет етіп жатыр. Аудандық жол бөліміне осындай жолдың бүгінгі таңда жүруге жағымсыз болуына байланысты орта жөндеуден өткізіп беру жөнінде хат бергенмін. Смета проектіге ақша бөлінсе, бұның смета проектінің документациясын істеп, асфальттап береміз деп хат берді. Көшенің басындағы кірпіш зауытының тұрғындарға тигізген зияны бір бұл емес. Кәсіпорыннан шығатын көмірдің улы түтінінен сол маңның бәрі қара жамылып тұр. Төңіректегі көгерген ағаш пен шөптің өзі қара түсті. Сондай-ақ ауыл халқы өзегін жалғап отырған өзен суының түсі де, дәмі де өзгеріп кеткен. Көмірден шыққан суды уланып жатыр халық. Біз бет-қолымызды жуамыз осыны. Төменгі ауылда ауыз су келмеген, ауыз сумен қамтамасыз етілмеген. Сол жердегілер осы судан ішеді. Ауыл әкімі бұл жайттан хабарсыз болып шықты. Мамандарымен жиылып, енді зерделеп көрмек. Экологияны қорғау мекемелеріне хабар беретінін де айтты.
Елді алаңдатқан мәселеге қатысты қандай да бір шешім сол құзырлы орынның сараптамасынан соң қабылданбақ. Биыл мақта еккендердің шаруасы шалқып тұр. Ала жаздай төккен тер текке кетпеді. Ақ бағасы қазірдің өзінде тоннасы 165 мың. Мақта құны 200 мыңға дейін көтеріледі деген болжам бар. Осы орайда мақталы аймақ алғашқылардың бірі болып, ақ керуен 2017 мерекесін бастады. Мақтаарал ауданында биыл 94 мың гектар жерге мақта шиеті себілген. Ауа райы жайлы болып, ақ алтын алқабы жауынға ұрынбады. Орташа есеп бойынша қазір гектарынан 21-24 центнерден өнім алынуда. Мақта бағасын ескерсек, шаруалардың асығы алшысынан түсті. Ақ керуенге биылғы бір үлкен мынау жетістіктермен келіп отырмыз. Биылғы жылы мынау тұқым былтырғы жылы 2016 жылы тұқым тапшылығы болған. Биылғы жылы мынау жұмысшы тобын группасын құрып, осы тұқым тапшылығын болдырмау мақсатында жұмыс жасап, биылғы жылы өзіміздің заводтарда 3000 тоннадай тұқымдық шит дайындалды. Осы тұқымдық шит биыл өзінің 200-250 теңгелік өзінің арзанды бағамен шаруаларға берілді. Мақтааралдық шаруалар кооперативке бірігудің тиімділігіне көз жеткізіп отыр. Жеке қожалықтардан құралған серіктестіктің бірі Береке Мақта ауыл шаруашылық өндірістік кооперативі. Қожалық иелігінде 6832 гектар суармалы жер бар. Оның 5740 гектары мақта алқабы. Ақ алтынға сұраныс жоғары. Мақта қабылдау пункттері күндіз түні қызмет көрсетеді. 4 заводпен келісім шартқа отырып қойдық мақта өңдеуге. 20 шақты мақта қабылдайтын пункттарымыз бар. Мақтаны қабылдау науқан басталды. Жаңа айтып кеткендей, біздің баға бүгінгі таңда 170 теңгеден қабылдауды бастаймыз. Мақта пункттарымызда нақты ақшаларымыз бар. Биылғы науқанда Мырзакент мақта зауытында да жұмыс қызып тұр. Мұндағы мақта тазалау жобасы осыдан 3 жыл бұрын үдемелі индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы аясында іске қосылған. Жалпы құны 1 миллиард теңгені құрайтын зауытта 120 адам тұрақты жұмыспен қамтылып отыр. Бір сменде 35-40 тонна таза мақта өнім аламыз, талшығын. Бір сменде. 3 сменде 120 тонна талшық аламыз. Бұны өзіміз текстиль фабрикамыз бар Чиментте. Керектісін өздері қалған сатылады. Шетелге сатылады. Мақта науқаны жалдамалы жұмысшыларға да қолайлы болып тұр. Мақтаның әр келесіне 25 теңгеден төленеді. Ерінбей еңбектенгендердің табысы да жоғары. Жұмыс таңғы 7-7:30 басталады. Кешкі сол 7-7-лерде қайтамыз. Мақта жақсы. 25 теңгеден күні 180-150 өтереміз. Жақсы мақтамыз, жағдайым жақсы. Ақшасын сразу береді. Қалаған уақытында аласың. Күніне 25 теңгеден есептегенде сол 4 мың, 4,5 мың аламыз. Ақ керуен 2017 салтанатты шараны мақтааралдықтар тың серпінмен бастады. Ендігі мақсат күздің көзі қырауға ілінбей тұрып, алқаптағы ақ алтынды төкпей шашпай теріп алу. Мақтаарал ауданынан Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат. Отбасы мемлекеттің іргетасы һәм ажырамас бөлігі. Елдің тұрақтылығы мен өсіп өркендеуі отбасына байланысты. Дамыған дәуірде кез келген шаңырақ тыныштық пен молшылықта өмір сүру керек. Сонда ғана озық 30 ел санатына қосыла аламыз. Осы мақсатта елбасы бастамасымен 2014 жылдан бері мерейлі отбасы ұлттық байқау ұйымдастырылып келеді. Отбасы құндылығын дәріптейтін дәстүрлі байқау теріскейде болып өтті. Отбасы берекесі бірліктің қайнар көзі. Осындай ұранмен өткен шараға созақтық 12 шаңырақ қатысты. Ұрпақтар сабақтастығын жалғайтын жас буынды, рухани қанаттандыруды межелеген әр үміткер байқауда барын салды. Ұлттық рух, ұлттық сананы серпілткен кешке ұшан теңіз үлес қосқан отбасыларды аудан әкімі Салыхан Сабырұлы арнайы алғыс хаттарымен марапаттады. Мерейлі отбасылардың қатарында Құмкент ауылынан Досполовтар әулеті де бар. Аудан жұрты бұл әулетті ұстаздар династиясы деп таниды. Шаңырақтың ұрпақ тәрбиелеудегі жалпы еңбек өтілі 409 жыл. Баба дағдысынан таймай ұстаздық ұлы жолды жалғаған Есен Досполов бүгінде ауданның құрметті азаматы. Құмкент ауылында ардагерлер кеңесінің төрағасы. Отан отбасынан дейді, сондықтан отбасының бірлігі, отбасының татулығы, соны
ауылдағы жастарға үлгі өнеге көрсету мақсатында болып жатыр. Міне аудан көлемінде ұйымдастырған осы отырған жастардың барлығына біз рахметімізді айтамыз. Жалпы мақсатымыз еліміздегі тыныштық, бірлік. Байқау барысында үміткерлер қоғамдық тұрақтылық тұғырын бекемдеу бағытын байыптады. Олар бүгінгінің ауыр дертіне айналған қарттар мен балалар үйінің жабылуын тілейді. Әшіркүл ана отбасы ынтымағының одан әрі нығаюына сеп болатын осындай шаралар жиі ұйымдастырылса дейді. Аудан бойынша мына мерейлі отбасына қатысқаныма өте қуаныштымын. Отбасы құндылықтарын сақтап, мына жастарға үлгі болғанымызға өте қуаныштымыз. Отбасын сақтап, тату-тәтті, үлгілі семьялы болып, болашаққа жарқын қадам баса беруіне мен әр уақытта тілектеспін. Жиын соңында шағын мемлекет мүшелеріне бағалы сыйлықтар табысталды. Еліміз мықты болу үшін отанды құрайтын отбасы мықты болу керек. Татулық пен тұрақтылықтың салтанат құруына сіз бен біз де мүдделіміз. Созақ ауданынан Дана Мырзахадыр, Мұхан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат. Театр адамның рухани айнасы. Қоғам дертін терең ұғынуға ықпал еткен Жұмат Шанин атындағы облыстық академиялық қазақ драма театры 84-ші маусымның шымылдығын түрді. Шығармашылық ұжым жаңа маусымда бауырлас түркі жұртының драматургы Тунжер Джуджен оғлының көшкін пьесасын сахналады. Қойылым режиссері Асқар Алтынбеков. 200-ден астам қойылымға жаңа тыныс сыйлаған театр тарландары көшкін пьесасын 3-ші рет патша көңіл көрермен назарына ұсынып отыр. Қоғам мен ұлттық құндылықтың арасында алшақтық, қайшылық болған жағдайда адамдарға төнер қауіп қаншалықты екенін анық көрсеткен әртістердің шеберлік деңгейі таңдай қақтырды. Бұл роль менің есептегенде 3-ші рөлім болады. Енді өзім жаныма жақын қазақтың тұлғаларын көп қой. Классикадан Қозы Көрпеш Баян Сұлу, шетелдің несіне келетін болсақ, классикадан солар тұлғаларды сомдағанды өзім жөн көремін. Театр үшін биылғы маусым ерекше, себебі биыл өнер мекемесіне аты берілген тұлғаның 125 жылдық мерейтойы. Дүбірлі дума қарсаңында әртістер Жұмат Шаниннің Арқалық батыр туындысын сахнаға шығармақ. Бас аяғы 10 актер сомдаған бұл қойылым көрерменге тың ой салды. Театрның актерлар менен актрисаларының мұндай үлкен шеберлікпен орындағаны маған жақсы сиретіп тұр. Мына Шымкент қаласының тұрғындарына және осы қонақтарына айтарым, осы театрдан әсер алып әрқашанда келіп, осы жерден үлкен насихат және адамдық қасиет жанұяларыңызға үлкен үрмет көрулеріңізге болады. Әлия Құдайбергенова қазақшалаған қойылым көне дәстүрді қолдаушы аға буын мен жастар арасында қақтығысты айшықтайды. Заман ауысқанмен адам тағдыры келер ұрпақтың болашағы басты құндылық болып қала бермек. Драмалық қойылым желісі осыған саяды. Дана Мырзахадыр, Батыр Оразбеков, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат. Кезек спорт жаңалықтарында Түркменстан астанасы Ашхабад қаласында өтіп жатқан жабық кешендегі Азия ойындарында қазақстандық жеңіл атлеттер алғашқы 2 жарыс күнінде 10 медаль жеңіп алды. Ал Премьер-лиганың 30-шы тур ойынында Қайрат пен Ордабасы кездесіп, Қайрат 5-те есебімен жеңіске жетті. Жарыстың екінші күнінде әйелдер арасында үш қарғып секіруден Қазақстан намысын 2012 жылға Олимпиада чемпионы Ольга Рыпакова мен 2017 жылға Азия чемпионы Мария Овчинникова қорғады. Рыпакова 14-те 32 метрге секіріп жеңіске жетті. Овчинникованың көрсеткіші 13-те 21 метр болды. Қола жүлдеге 18 жасқа дейінгі жастар арасындағы әлем чемпионатының жеңімпазы қытайлық Тан Кишджауа ие болды. Осылайша Ольга Рыпакова Ашхабадта өтіп жатқан Азия ойындарын 2 алтынмен аяқтады. Ол 18 қыркүйек күні ұзындыққа секіруден де ешкімге дес бермеген еді. Шығыс Қазақстан облысының тағы бір тумасы Елена Михина 400 метрге жүгіруден топ жарып Қазақстан құрамасының осы жарыстағы 5-ші алтынын еншіледі. Михина финалдық кезеңді 53-те 37 секундта жүгіріп өтті. Күміс жүлдеге вьетнамдық Тхи Ханг Нгуен қол жеткізді. Оның уақыт көрсеткіші 54-те 41 секунд. Үздік үштікке Таиландтан келген Ачима Энчуан бар. Ашхабадтағы Азия ойындарының алғашқы 2 жарыс күнінің қорытындысы бойынша Қазақстан жеңіл атлеттері 10 медальмен жалпы командалық есепте бірінші орында тұр.
Қайрат командасын испандық маман өз қолына алғалы, әзірге соңғы ойындардың бәрін ірі есеппен ұтып келеді. Бұл жолда Ордабасы үшін үлкен сынақ болды. Дегенмен Қайрат өзінің алтын медальға ұмтылған үмітін үзбей, ірі есеппен жеңіске жетті. Алматылық ұжым биыл ел кубогының финалында ойнағандықтан қазанда өтуі керек ойын ертерек ұйымдастырылды. Алаңгерлері өз жанкүйерлерінің алдында жерге қарап қалмады. Гоу дубль жасаса, Аршавин, Паргульков пен Анне бір реттен қанжығаларын майлап шықты. Алаңгерлерінің 5 голына шымкенттік ұжым Нұрғалиевтің 1 голмен жауап қатты. Енді жерлестеріміз өз алаңда Павлодардың Ертісін қабылдайды. Ордабасы командасы үшін бұл ойында сынақ болғалы отыр. Себебі Ертіс пен Ордабасы чемпионаттың қола медаль үшін таласып жатқан командалардың бірі болатын. Жерлестерімізге сәттілік тілейміз. Нұрсұлтан Абдрашид, Садыр Абдуманап, оңтүстік ақпарат. Редакциямызға әзірге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Болашағымыз бірлікте екенін ұмытпайық.